Сәлем достар, мен сіздерге өте тойымды болып шығатын борщ пісірудің құпиясымен бөлісемін. Алдымен етті жақсылап жуып, қазанға саламыз, үстіне су құйып қайнатып аламыз. Етіміз бір қайнаған соң бетіне көбігі шығады, көбігін алып тастап, баяу отта 2 сағаттай пісіреміз. Видеомның басында айтқандай, борщ тойымды болып шығу үшін мен фасоль қосамын. Фасольді алдын ала жібітіп, мұздатқышта сақтаймын. Ет пісіңкірейін деген кезде қосып жіберемін. Өте дәмді болады. Енді көкөністерімізді дайындаймыз. Алдымен сәбіз және қызылшамызды жақсылап аршып, тазалап аламыз. Жақсылап жуып тазалап алған соң, сәбіз бен қызылшаны үккіштен өткіземіз. Енді қырыққабатымызды алып, 2-ге бөліп, мен тек жартысын ғана қосамын. Жақсылап турап аламыз. Қырыққабатымыз дайын, сорпамызға қосып, 10 минуттай піскенше қайнатып аламыз. Енді сәбіз бен қызылшамызды қуыру үшін табамызға аз ғана май құйып, жақсылап екеуін бірге қуырып аламыз. Борщ қып-қызыл болып шығудың тағы бір құпиясы жарты лимон согын және де 1 ас қасық томат пастасын қосып жібереміз. Сәбіз бен қызылша майда жақсылап қуырылған соң, қайнап тұрған сорпадан 1-2 ожау құйып, 5 минутқа піскенше бұқтырып қоямыз. Біздің қырыққабатымыз бен етіміз пісті, астын өшіріп, дайын болған сәбіз бен қызылшамызды қосып, жақсылап араластырып, отбасымызға ұсынамыз. Міне өте дәмді борщ дайын, ас көкпен және қаймақпен ұсынсаңыздар, өте дәмі ерекше болады. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Алда тағы рецепттермен бөлісемін. Көріскенше.